Баршаңызға сәлем. Бүгін өзімнің YouTube арнамда қытырлақ вафлилар дайындайтын боламын. Өте дәмді және қытырлақ болып шығатын вафлиларды дайындаймыз. Балалық шағымыздың ерекше дәмі болып саналатын вафлиларды дайындау үшін бізге 200 грамм қант, 200 грамм сары май, 1,5 стакан ұн, 5 жұмыртқа және әрине вафельница керек болады. Вафлиларымызды жасау үшін ең алдымен ыдысымызға сары май мен қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы шарт. Достар, арнаны қолдау мақсатында лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркеле отырыңыздар. Сары майымыз бен қантымыз бірігіп, жақсылап еріп, араласуы тиіс. Шамамен 3 минуттай араластырсақ жеткілікті болады. Миксердің ең соңғы жылдамдығында араластырамыз. Енді дайын болған массамызға жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамыздың барлығын қосып алып, миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бізде ұнымызды қосамыз. Ұнымызды бірден барлығын салып жібермейміз. 3 немесе 4 бөлікке бөліп, қосып, миксермен араластыратын боламыз. 3 немесе 4 бөлікке бөлген себебіміз вафлиларымыз дәмді әрі жұқа болып шығу үшін қажет. Енді вафельницамызды қыздырып, түбін алғашқы вафлет жасар алдында майлап аламыз. Менде 10 жылдан аса қолданып келе жатқан вафельница, сол үшін вафельницаға көп назар аудармауларыңызды сұраймын. 1 немесе 1,5 кондитерлік қалақшамен саламыз ұнымыздан. Осылай бір-бірлеп жасап отырамыз. Жасап алып шыққаннан кейін арнайы вафельницаның өзінің насадкасымен орасаңыздар болады, үшбұрышты етіп, немесе осылай трубочка ретінде орасаңыздар да болады. Вафлиларымызды алып шыққаннан кейін тез арада орауымыз қажет. Осылай барлық вафлиларымызды жасап шығамыз. Вафлиларымыз дайын. Көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Эльмира.